бір жолы Ұлытау тобымен біз мына Мәскеудің Госдумасының алдында концерт бердік, депутаттарының алдында. Сол концертте бәрі керемет қол соқты, керемет қабылдады. Сол кезде мына Ингушетияның президенті Зязиков деген азамат болды. Қан ыстық, жаңағы қан түртті ме білмеймін. Сол кісі келді бізге бәріміздің қолымызды алып, рахмет айтып, сол жерде бірден айтты. Бұл жігіттер деді, Ингушетияның халық әртістері мен Ингушетияның еңбек сіңірген әртістері деп есептеймін мен деді. Бір айдан кейін сол ордендерін, осындай еңбек сіңірген әртістері деген сияқты жазылған бүкіл құжаттарының бәрін жіберді, қолын қойып. Біз өкінішке орай әлі күнге шейін Қазақстанның еңбек сіңірген әртістерін алған жоқпыз. Өкінішке орай. Неге екенін себептерін білмеймін. Оған бір жағынан өкпелемеймін де, бір жағынан ренжімеймін де. Бірақ соны көріп тұрған сияқты Алла тағала бізге королеваның орденінде тағып жатыр мойнымызға. Ингушетия Шешенстанның еңбек сіңірген әртісінде алып беріп жатыр. Оны біз сұрап алған жоқпыз. Голливудтан ең бірінші бас жүлдені алып келдік. Әлі күнге шейін оны ешкім қайталаған жоқ. Мен ойлаймын, осының бәрі бізге жетерлік атақ, Аллаға тәубе деуге болады. Бүгін болмаса ертең Қазақстанның еңбек сіңірген әртістерін алатынымызға күмәнім жоқ. Өйткені еңбегіміз адал. Қазақтың өнеріне тікелей, мәдениетіне жұмыс істеп жатырмыз. Халықта көріп отыр оны, Алла да көріп тұр. Солай емес пе? Сондықтан игіліктің ертегесі жоқ дейді ғой. Оған тоңқаңда бір енжіп, томпаңда бірдеңе қылуға ешқандай реті жоқ деп есептеймін. Бүгін болмаса ертең келетін атақ қой ол. Жалпы біз атақ үшін ғана жұмыс істеп жатырмыз деп айтпаймын. Бірақ әрине елің сені бағалап, Қазақстан еңбек сіңірген әртісі деп жатса, әрине біздің көңілімізге ол деген өте бір жігер берер еді. Бұрынғы жігерімізді одан да ұштар еді. Бұрынғы отанымызды, сүйгіштігімізді одан да керемет қылып асырар еді. Әрине пендеміз ғой бәріміз. Солай емес пе?